Баршаңызды Алло Медиа Нохатком жамааты атынан кіріп келатырған жаңа 2015 жыл менен құттықтаймыз. Ассаламу алейкум азиз достар, Алло Медиа Нохатком сайты ағзалары hamda internet tarmoqlari orqali ko'rib o'tirgan barcha ixlosmandlar. Menga barchangizga avvalambor kirib keltirgan 2015 жаңа жыл менен құттықтаймыз. Allo Media Nokhat.com saytında Yumurbek rubrikasının жаңа жылғы саны интернет тармақларында. Демек, бүгінгі біздің мейманымыз, кешіресіздер, еле кемепті, сәл кешігіп жатыр, соған қарағанда қадірін өткізе жақпа деймен. Енді негізі түседі мейман болу керек еді. Ол мінеге өзі де кіріп келді. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Кешіресіз, мен кешіктім бе деймен? Яқ, мақсат сіз кешікпедіңіз. Наоборот, біз сәл ертерек бастап жібердік та. Келін, қош келіпсіз. Бірақ бос келіпсіз. Зиян жоқ, отырмын. Бүгінгі Yumurbek рубрикасының бүгінгі мейманы жаңа жылғы санында эстрадамыздың ажайып қосқышы жігіттерінің бірі, талантлы достымыз Мақсет Қожасов. Және мәрте қош келдіңіздер дейміз. Шақыраға барды егер студия болғанда да. Мен қазір камера алдында. Мақсет, мен көп уақыттан бері сені көрсем, бір сәубетлессем, бір сұрау таярлап қойым да, сол сәубетлескеніңізде беремен ал деп. Мақұл ма сұраулар білесің? Болды. Демек, сұрау қалай жағдайлар? Жақсы ғой. Сол сұрау бере жағдай ма? Екінші сұрау, амансыз ба? Аман, Мақсатпен. Мақсет. Аман шығарды бар, көп адам. Аман Қожабаевпен алыстыра дегенде, Мақсет Қожасов, аман, енді, бүгін Мақсет болып тұрған. Сол Мақсет болып тұрған мақыл. Демек, Мақсет Қожасов бүгін мейманда. Мақсет енді, есік қағып, оны менде қағып тұрған жоқ, бірақ оны жақындап қалды, жаңа жыл байрамында. 2014 жыл жұмақланып жатыр. 2014 жылда бір есіңізде қалатығындай қандай уақия болды? 2014 жыл мен үшін бір жақсы жыл болды. Көптеген концерттерге қатынастық, сондай бір қызықты оқиғалар көп болды. Мысалы, біреуін айтып беріңіз ба? Бір есте қалатын бір жетіскендікке. Енді мен үшін бұл жыл көп нелерге, жетіскендіктерге ерістім. Өзім үстінде клиптер істеп, таза қосылар істеп. Енді біреуін айтып... Біреуін айтсам, екіншісі өкіліп қалады. Табысылар көп бұл ма? Яшына жаңа жыл байрамы деп отырмыз. Аяз Атаға сенесіз бе? Аяз Атаға жас кезде сенетін едік, қазір көбінесе қарғызға сеніп жүрміз қазір. Ер жеткеннен кейін бе қарғызға? Демек, Аяз Атаға сенбейсің, е? Сенбейміз. Демек, Мақсет Қожасов Аяз Атаға сенбейді екен да? Кім Аяз Атаға сенбейді? Сен Аяз Атаға қашаннан бері сенбейтін болдың? Солмай. 9 классына дейін бұл кезде болып жүрмін дегенше подаркаларын кім әкеп берді? Білет қылдым ба? Үзір енді. Сіз келетіңіз білмей қалдық. Әлбетте бұл жаңа жыл әзілдері еді. Не hazır? Yumurbek. Екі әзіл айтып, Yumurbek деген сайын. Сенікі не? Жақсы, кешіресіз Аяз Ата. Өтірік Аяз Ата шығар демек қой енді. Жүре берді, сақал. Енді кешірің енді. Жаңа жыл болғаннан кейін Аяз Ата өтірік бола ма ол? Түсінбеушілік болып жатыр. Берді Allo Media Nokhat.com сайты арқылы біз интервью алып барып жатыр бек та. Рахмат, келің отырсаңыз болады екен. Келің, қонақ бол. Сөйді жайғасып алдық. Мен не өтіп аламан. Мінекей кіріп келатырған 2015 жаңа жыл кекселерді қадірлеу жылы деп белгіленді. Елімізде жүдә бір ажайып әзелден жасылгенді hürmet қатын халқымыз. Демек, жасы бойынша ең үлкен 2015 жасқа толған Аяз Ата бүгін меймандар. Аяз Ата, қош келіпсіз. Allo Media сайт арқылы дүния жүзін құттықтау қылсаңыз болады. Рахмет, Yumurbek балам. Hamma dünya жүзін Қараубақ жасылары атынан Allo Media сайты арқылы жаңа жылыңызбен құттықтау қаламын. Рахмет. Енді Аяз Ата келген жерге бір тақмақ айтылады, қосық айтылады еді. Қосық айтатын әме біледі да, енді бір тақмақ естіп көрсе қалай болады? Дұрыс? Аяз Ата келіп тұр деген қосықты айтсақ бола ма? Қалай кейін? Тақмақ. Тақмақ па? Аяз Ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр, сәлеміңді қойып тұр, шоколад жегім келіп тұр. Қазір. Шоколад па? Мен көп бердім ба ма? Аяз Ата. Опа! Ойнап айтып едік қой. Міне Мақсет ба? Бұл менікі.
Süzgü mü? O üyene Ayaz'da түсін жумайды деп пе едің? Şunday mı? Yaxşı. Ұстап тұр, ұстап тұр. Міне, Мақсат балам, Ой, не тормози. рахмет аға. Расында Аяз атаға сенсек болады екен. Мынау сізге мен Әлемеде Nohat.com сайтының атынан обратно. Рахмет балам. Рахмет. Енді Аязда маған басқаларға да соғылам жоқ па әйтеуір? Сізге ма? Әзір сізге де бір сауалым бар. Атырдың жанынан бір мақсатқа бергеннен кейін екінші мақсаттан. Міне балам. О, маска. Ау, Аязда? Ау. Арсланбек Асқаровтың маскасы емес пе ол? Тоқтай тұр онда. Арсланбек Асқаров? Қателесіп кетіп пе? Арсланбек Асқаров. Міне саған. Ау, Аязда? Ол үстен көрмейді тұғын, бөлі көріп тұғын, бөлі. Тоқта. Оқылыққа Арсланбек Асқаров, Рүстем Бөрбаев. Міне, Мақсат балам. Жол бастай айбатлы болып жүргейсің. Оқ. Ма? Мейманға берер деген шығар, бізге жоқ па? Маған маска жоқ па не? Сен өзіңе маскың нормально ғой. Қазір мына маскыңнан өзгертсең, адамдар және танымай қалады. Яқшы, рахмет. Ал енді маған сұрауларыңыз болса, мархамат. Менде бір сұрау бар еді Аязда. Қасыңызда бір қарғыз жүретін еді. Қыз бала үйге мейман дегендей, қарғызы тұрмысқа шығып кетті. Жақында той. Той? Той болса, қызметте боламыз. Қызметте. Бұл не? Қарғызға визитка. Бұл визиткісі Мақсат Қожасовтың. Бізде тама адам неге, Әлемеде видео студиясы, съемкада қызметте болады. Жүде жақсы. Рахмет. Ал болады, басқа сұрауларыңыз болса, Әлемеде Nohat.com сайты арқылы маған жолдасаңыз болады. Енді Аязда мен бір тақымақ айтып берейін мен енді. Ай. Аяз ата келіп тұр. Болады, өмірлік болам, барып тұр, сөйтіп қатынасып кетеміз. Рахмет. Жақсы, Мақсат жолам, болады. Рахмет. Демек, бізде мейманда, күтілмеген мейман Аяз ата мейманда болды. Рахмет дейміз. Хош болыңыз деп бағып қалыңыз бәрі екінші. Хош бол Аяз ата! Хош бол. Аяздың қасына тұрып, Аязды құлайын деймін. Енді Мақсат жаңа жыл деп жатырмыз, Аязда деп жатырмыз. Со интернет тармақтарына кіріп, жаңа жыл хақында қосылып іздесе, бірден Jingle Bells деген қосып шығады да. Бұл англичан тілінде айтылған. Қалай ойлайсыз, қосықшы сұхбатында сол Jingle Bells-тің қарақалпақшасын шығаруға болмай ма? Енді қарақалпақшасын шығаруға болатын шығар, оны ауданлағанда жыңғыл емес, бұл елка ағашы деп істесе болатын шығар, бірақ. Правильно, әзілі болып кетеді, иә? Әзілі болып кетеді. Рахмет. Енді және бір сұрау бар. Жаңа жылда әркім әрқилы күтіп алады екен. Мысалы, Италияда жаңа жыл кешесінде көне мебельдерін, көне бұйымдарын көшеге лақтырады екен да. Бұл дәстүр не үшін біздерде қарақалпақларда жоқ? Не деп ойлайсыз? Енді қарақалпақларда туысқаншылық деген бар, ағаның іні, ағасының киімін інісі киеді дегенде сондай. Гүлін лақтырмаймыз десек, иә? Лақтырмаймыз. Бөлесі бар, сондай. Мейірман қалай? Түсінмен, мейірманы кім? Мейірман, мен бөлем? Жоқ, сәлем жолауатыз ба? Сәлем жолауатыз. Яман екенсіз. Енді Мақсат Қожасов біздер жақында білдік, студент екен. Талабан, яғни қайсы оқу орнында, қанегеріңіз қандай? Енді қазіргі уақытта Қарақалпақ мемлекеттік университетінде социал-экономика факультетінде финанс бағдар бойынша оқып жатырмын. Демек, келешекте экономист, финансист та? Біз ойлап, музыка деп, қосықшы ма деп, қанеге басқа екен да? Демек, сіз болашақ экономист. Демек, қанегеріңіз бойынша болашақ экономист, финанс қанегерге. Енді сізге сұрау, экономист болашақ. Мысалы, 1 литр натурал су 3000 сом базарда да, 1 литр. Ал 1 килограмм алма 4000 сом да. Сонда пайда қайда? Енді мақсатқа сокты жаздың күні алман класс 500 сом болады. Соқлар сок істеледі. Қазір енді қысқа сақлайман деген сонша уақыт өтеді ғой. Демек алнапсықта істейді десе сокты, ебін тапты. Және бір сұрау бар, экономистлерге тиесілі. Мысалы, базарда 1 килограмм кешір 1000 сом да, базарда. Ал біз үйдің жанында дүкан бар. Дүканда 1 килограмм кешір 1200 сом да. Пақы 200 сом. Ал енді проезд жолақы базарға барып келу 600 сомнан барасаң, 600 соммен келесең 1200 сом да.
Сонда олар қалай не пайда көріп жатыр үстінде деймін да кешір алып сатқанда. Енді бұл жерде тек бір кило кешір сатпайды ғой. Дүкен іште бір кило кешір үшін бармайды десең, Бір кило кешір үшін бармайды. Тауып қойды, жауап тауып қойды. Бәріне бір оптым бір бар. Енді естілетіп өтеміз, Юморбек рубрикасы aliomedia.com сайтында. Демек, рубрикамыздың бүгін мейманы, эстрадамыз қосқышысы Мақсет Қожасов. Мақсет, келесі сұрау. Енді болашақ экономистсіз, бірақ не үшін қосқышысыз сіз? Қосық айтасыз? Енді мен орында болғанда сен де қосқыш болар едің. Сен орында болғанда мен қосқыш болармын ба? Онда бір отырып көрмей орындаған екен. Көр? Бара алмадым қасыма. Рас. Рахмет. Көрдіңіз бе? Мына орында бір сыр бар. Алдын Мақсет Полат отыр еді. Мақсет Қожасов. Қосқышың орны да бұл. Қосқыштың орнында, рахмет. Қосқышы басқа, қызқышы басқа деген сол екен да. Рахмет. Енді Мақсет, мысалы мен қосық айтпаймын да. Егер мына орында отырмасам деп қойды. Енді мен қосқыш емеспен, сол сілердің барлық қосқыларын тыңлаймын да. Ал сен өзіңнің қосқыларын өзің тыңлайсың ба? Енді өзің қоссаң, өзің тыңлайсың әлбетте, бірақ енді ықыласпен тілер бәрін бақа береді да бұл. Тыңлағанда енді өзің қателігіңді біліп, сондай бір не үшін тыңлайсың, өзің қалай шыққан деп тыңлап көресің. Рахмет. Енді сол өмірлік жолдасыңыз аты кім? Өмірлік жолдасыңыздың? Диларам. Дилярамен ойласып көресіз бе? Мына қосып бола ма не деп ойласыз ба? Расын айтың енді ойына. Енді ол әлбетте ойласуға мәжбүр боласың деп өзіңіз айтқансыз ғой. Қайыр айтқанмын мен. Бір әзілденісте бар ғой. Үйленгеннен кейін ойласуға мәжбүр боласың. Дұрыс. Сондай ойласуға Ең бірінші тыңлаушы сол Диларам десең, иә? Диларам. Дилярамға сәлем жолдасаңыз болады, интернетке кіре ме ол? Енді интернетке кірмейді, интернетке Көмегі кіреді десең, иә? көмегі кіреді. Жақсы. Енді Мақсет, мен әркімнің кішкентай уақытта лақабы болады, еркелетіп қысқартып айтады. Туысқандарың, дос-жарандарың сен кішкентай уақытта не деп айтатын еді? Лақап қысқартып, Енді лақап. Секош, Мекош, Еркош деп ергілдер ба сондай? Сені не кім деп шақыратын еді кішкентай уақытта? Расын айтпасаң шығармаймын саз, отыра береді. Макош дейтін еді, енді ол Макош. Макош? Демек, бізбен бұдан 17 жыл бұрынғы Макош аз сәубет деп отыр, рахмет. Макош Қожасов. Енді қосқышылықтарына кіріп келген уақытта ең дәслеп бірден үлкен сахнаға шығып кетпеген шығарсың. Кішкентай сахналарда шыққандарыңыз ядыңызда ма? Қашан болды бұл оқиғалар? Енді мектепте уақытлары кішігірім байрамларда сахнаға шығатын едік. Сондай бір отан ақтында қосшылар айтып. Одан кейін сахналар, үлкен сахналар. Жақсы, ұстазыңыз кім? Ұстаз енді ең бірінші ұстазларымыздан Бақтияр Қазақбаев. Одан кейін енді ағамызды айтсақ болады, ұстаз. Сол қазына ертіп, су тарауға кіргізген сол ағамыз болып есептелінеді. Одан басқа да көптеген ұстаздарымыз көп. Рахмет. Бұл тарауға байланысы жоқ бір әзіл сұраулар бар да, бірақ ілажы барынша бір дұрыстап жауап беруге әрекет етсеңіз да. Мысалы, пульттың батарейкасының заряд таусылып басылса, қаттылау басады кнопкасын телевизорға қарап та, сізде сондай жағдай бола ма, қаттылау басады? Істемей басылайды ғой, батарея заряд таусылып, қаттылау басады, сізде бар ма сондай әдет? Енді қаттылау басып істесек ма ол? Сонда алады деп ойлайсыз ғой, енді қаттылау басса. Сондай, hamamizde бар екен да, тек мен демедім, сізде бар ма, иә? Бар. Енді екінші сұрау, енді қазір заманауи жыланып жатыр, қол телефон, hamma жерде қол телефон да. Мақсат, расын айтың, қол телефонсыз неше күн жүре аласыз? Сынап көрдіңіз бе? Енді қол телефонсыз жүре алмаймын. Жүре алмайсыз, иә? Рахмет, мойнада Мақсет Қожасов, сол менің телефоныммен сөйлесіп алсам екен деп тұрмын. Әзіл, енді интернет тармақлары, Одноклассники дейді, Агент, Facebook дейді, осы тармақларға кіресіз бе? Қанша уақыт ажыратасыз күніне интернетке? Енді интернетте көп отырмаймын, бірақ кіремін ол сайтларға. Көп уақытымды кетірмеуге әрекет етемін. Сөйтіп? Болған? Кіресіз шағасы, иә болған? Кіремін. Мен ауыз тесті шықыресіз. Асығыз тесің, иә? Сәлем деймін болған. Бұл жеті привет.
Рахмет. Енді ықыласпендерден алдала келіп түсетін сұрауларды алдала білетін қабілетім бар да мен. Сондай бір сұрау сізге. Енді тойларға қызметке бұйрықта беретін болсақ, қолақыңыз қанша тойға? Енді халқымызға әртүрлі тойлар көп. Қызмет. Түрлері көп. Біреулер 3-4 қосыққа шақырады, біреулер 1 сағат, 2 сағат. Бір күн davomында қызметке шақырады. Әртүрлі келісімге байланысты. Сол уақытына қарап келісімді істей бересіз, Yaxşı. Продюсер арқылы жұмсалып барасыз ба, бұйыртпаларды тікелей өзіңіз қабыл етесіз бе? Енді қазірше продюсер жоқ, бұйыртпаларды өзіміз. Iltimos болған әзілден. Продюсер тапсаңыз бізге де айтарсыз. Менде де продюсер жоқ, сол. Үлкен машқала, демек. Естілік өтеміз, бүгінгі Юморбек рубрикасы alommedia.com сайтында жаңа жыл санында мейман эстрадамыз жұлдызы Мақсет Қожасов. Мақсет, енді біздің сондай бұл екінші рубрикамыз, сол екі рубрикадан бері дәстүрлі айлап кеткен бір неміз бар да, бір әдетіміз. Келген мейманлар сайтқа арналған ба бір әзіл пародия қосқыларын тәйірлеп келу керек. Тәйірсіз ба? Алдыңғы Юморбек рубрикасында бір нені көргенімді, осы пародияны көріп едім, сол Мақсат Полатов бір сайтымызға бір пародия қосып шығарған, сол менде бір сондай бір пародия істеп келгенмін, бірақ бір қағазға жазып келгенмін, соны қағазға? Жазба түрде? Жазба түрде. Заманға сайда ауызша жазба түрде бәрі бар да. Рахмет, тыңдаймыз оны. Қысымға. Демек, пародия қосқа, iltimos parodiya қосты айтпастан бұрын alommedia.com'нан сіз сөйлеген қосқылар. Мархабат. Alommedia сайтына бір күні мен кіріп қалдым, сонша қызық жаңалықты сайтымыздан біліп алдым. Сайт ішін араладым, кереклесін сараладым, жақсы клиплерді қармақ таслап тартып алдым. Жаным сенде жаным Мехрибану. Мехрибану? Мехрибану дейсіз. Мақсет, Юморбек рубрикасына шыққаныңыздан пайдаланып, alommedia.com сайты ағзаларына, бүткіл дүния жүзі халқына, елімізге бір байрам тілектер болса білдірсеңіз болады. Жаңа жыл менен бәрше осы сайт ағзалары һәм шетте жүрген замандашларымызға жаңа жыл жақсы кіріп келсін. Сол жаңа жылда жақсы тілектер һәм халқымызға тілеп қаламын. Тойымыз көп болсын. Той тықтың ағыр, заказ десең, сондай бір жаңа жыл ометлі жыл болсын. Рахмет. Демек, alommedia.com сайты, Юморбек рубрикасы, бізбен мейманда жаңа жыл санында эстрадамыз ажайып қосқышысы Мақсет Қожасов еді. Рахмет, Мақсет, қымбатты уақытыңызды ажыратып келіп отқан үшін. Такси күтіп тұрды, енді қайта берсеңіз болады. Basa bir sen hamisha Жаңалық іздеген сен хеш тоқтама Эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жаратушы барамыз Тоқтамай біз биік шыңдарға Баршамыз бірлестік Alommedia сайтында alommedia.com сайты көпке жұлдыз болып жанбақты Баса бер сен хamisha Жаңалық іздеген сен хеш тоқтама Рахмет, Айса келің Эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын Alommedia сайтында alommedia.com сайты көпке жұлдыз болып жанбақты Ассалаумағалейкум. Пародия қосқа. Iltimos пародия қосты айтпастан бұрын. Сіз сөйлеген қосқылар. Запись басты ма? Кетті ма? Болды. Көрді? Alommedia сайтында Мына жерде отырсыз, Мақсет, жаңа нөмірді отырсыз, Аястан мына жерде отырсыз, Алмен түріп тұрамыз. Астан қаттан бөлінеді. Мақсет, тоқсын бар, сен кешке бердің. Наоборот, бізден сәл ертерек бастап жіберді. Асты сеген, аз тойын бар дейді. Alommedia.com сайты жұлдыз болып жанбақты